Құрметті біздің сатып алушылар, бүгін осы дачный умывальник мөлдерді қалай құрау керек екенін біз көрсетейін деп жатырмыз. Так, біз міне осы саймандардың бәрін жеке-жеке қойып алдық. Мына тұрған екі жақ қабырғасы, мынау есігі, мынау сол қабырғаларды ұстататын мынау осы үш зат қабырғаны ұстайды, оны болтпен қатайтамыз. Мынау умывальниктің корпусының қақпағы мына жерге келеді. Так, мына корпус құятын бак, мынау раковинасы. Раковинаның ішінде мына не жүреді? Сеткісі. Так, мынау кран, су ағатын краны, оның болттары. Мынандай ұзын 4 болт болады. Шуруп болады. Мынандай 25 болты болады, кішкентай. Мынандай кішкентай шуруптан 21 штук. Мына 4 штук мына жерде тұрғызып болады, не? Келесі мынау ручканы ашатын, есігін ашатын ручка, тұтқасы. Осы есіктің жоғары жағында тұратын деталі, оны біз көрсетеміз қазір құрау барысында. Мынандай 3 саморез, мынандай 4 саморез и бірге жүретін мынандай өзін құрайтын кілтімен отверткісі болады. Ал біз ары қарай кеттік. Ал енді мынау келесі мына екі қабырғасын бірінші құрап аламыз. Ең несі былай қарайық işte. Мына жерде қабырғаны құрағанның алдында мына жерге мән береміз. Мынау үстіңгі жағы болады, мынандай кертігі болады. Мынау үстіңгі жағын тұрады, анаңда көтер. Осы жерге мән береміз кертігін. Енді осы жерлерді бірінші осыны құрап аламыз. Кәне, енді астыңғы жағын бұра бірінші анда. Астыңғы деталь өріп, ана өріп. Соны әкел. Ең астына бұра. Ұстап тұрайын. Осы жерге бұралап, ең асты бұл, угловой, осыны шүріппен қатайтамыз. Астыңғы жағын қатайттық, енді алдын алып тұрады, алдыңғы жағын, үстіңгі жағын не жерде ғой. Енді астыңғы жағын құраймыз. Осы жерге бұралап, осында екі. Біреу астына қалады, енді қазір жерге. Осылай ұрамыз, біреуін үстіне құраймыз. Енді жоғары жағын бұрақ қойдық, енді астыңғы жағын құраймыз. Негіз алдыңғы екі қабырғасын салып кеттік. Енді есігін саламыз. Есікті салған кезде міне ішінде осындай деталь бар, осыны мына жеріне қоясыздар. Мындай жерге есікке қоясыз. Содан кейін есіктің бір астыңғы жағын осыған ілеміз, жоғары жағын шүріппен қатайтамыз. Міне жерден шүріппен бір шүріппен ұстатып, есігін сонда осылай тұрады. Қазір ручкасын бұраймыз. Мына ручка осының өзінің мынандай болты болады кішкентай, соны мына жерге бүйтіп орнатамыз. Біздің есігіміз дайын болды, міне. Осылай жабылып тұрады. Енді бачогын әкел, бачогын саламыз. Бачогына міне мына болтты қолданамыз, 4 болт болады осындайдан. Ішіне қарай кіргіземіз, мынандай болады. Мына жерден бір адам ұстап тұру керек. Екі адам істемесе керек. Болтмен қатайтамыз. Міне болттарын қатайтып жатырмыз. Бітті ме? Осылай болтын бұрайсыздар. Келесі уже бачоктың несін салайық. Мына қақпағын. Мына саморезді, жерде тұрғанда саморез тұр ғой, соны кешу керек, мынаны шешіп, мына тесіктен через мына тесік арқылы өткізіп қатайтып тастайсыздар. Міне шуруп қатайды. Мынау наклейканы алмағандарыңыз дұрыс. А то мына жерде наклейканың астында мынандай спаркинг шоу бар. Соны көрінбеу үшін біз осындай ақ наклейкамен қаптап қойдық. Заводтан осылай келеді. Міне енді ашылып жабылып тұр қақпағы. Енді рак несін сал. Мынаны сал. Мына умывальниктің кран салған кезде сальник сыртына саламыз, осылай. Көрсетіп жүр. Мына жағын болтпен тартып тұрып тастаймыз. Су ақпау үшін. Болдың су ақпайды. Ашып жауып, қолдан су бересіздер. Болды. Енді сұрақайынан су ағатын жерін құраймыз. Мына жерде міне бетінде келіп тұрады бүйтіп. Осыны алып тастайсыздар, содан кейін мынаны шешесіздер. Шешіледі. Жоқ, мынаны шешсе, мына болт міне. Мына болт шешіледі. Ішінде тұрған мына болт тұр. Сол шешіледі. Шешіліп алынып көрсеткен болт. Осындай сальник, екі сальник болады ішінде. Осындай екі сальник болады. Оны қазір мынаны қатайтқанда біреуін мынаның үстіне қоямыз, мына жерге. Біреу осы астында тұрады, былайынан тұрады. Осылайынан астында тұрады. Так, енді қатайтын ұстап тұрайын. Астынан ұстан, астынан.
дәл осылай тұрады. Енді жаңа мынаны қоямыз. Мынаны қоямыз да жаңа сары болт қайда. Міне осы болтты қатайтады үстіне. Міне мына болт сары болтты бірақ болдық. Енді мынаның үстіне қойып қойсаңыздар болады. Бұл клапан сияқты затты. Бұны алып тастап бүйтіп жуа берсеңіздер де болады. Енді мынаны клапан сияқты бітеп тастап, осының ішіне бәрі басқа нәрсені жуса болады. Енді мәселемізді былай қоя саласыздар. Ешқандай болт ештеңені қатайтпайсыздар. Так, біз умываниемізді құрап біттік, қол жуғышымызды